Бәріңе сәлем. Бүгін бізде выпускной, соңғы қоңырау. Мен қазір үйден шығып жатырмын. Ары қарай мектепке барамыз. Қазір менің қасымда Ылмәри бар. Бізде жалпы соңғы қоңырау 25-не болмайды деген жаңалықтар шығып еді, бірақ оны қайтадан қарастырып 25 майға көшірді. Сондықтан бүгін бізде соңғы қоңырау. Біз әлі мектепке жеткен жоқпыз, жолда кетіп бара жатырмыз. Негізі машинамен баруым керек болатын. Шекші болып әлі мен мектепке кетіп қалдым. Жыламаймыз қыздар, балдар. Ойын қызым болып кетті ғой, ә? Жол билеттері қарсалайық. Сауышының ұстаздары Оралбаева Замира апай, Сапарова Гүлжан апай, және сынып жетекшісі Боранбаева Жан апайларымен ортаға қарсалайық. Жүректері. Бір жарған бүлдіршін боп келіп едім, күтіп алдым, күн болып күлімдедім. Алда талай асулардан өтерсіңдер, айқын мақсат мүдделерге жетерсіңдер. Білікті де білімді маман болғын, қайда жүрсем, қашанда аман болғын. Ата-анаға, отбасына керексіңдер, болашақпен қоғамға тірексіңдер. Биік болсын өмірдегі тұғырың, ұзақ болсын барлығыңның ғұмырың. Өзіңнің туған жеріңде, өзіңді өзің еткен бақ, тәуелсіздік төрінде. Өзіңдігі туында, отпен ауан туында, аса Қазақстанның белі берік туында. Асқар тау да сенікі, бақша бау да сенікі. Елімнің аты, жерімнің аты, өзіңнен биік республика. Жақсының аты, ғалымның хаты, өзіңнен биік республика. Ал ұстаздар, 11-ші сынып түлектерінің гүл беру салтанатын қабыл алыңыздар.
Алтынбек, Рахимова Айназия. 11-ші А сынып оқушылары Тұрғынов Бағлан Нұржігітова Сымбат. 11-ші Б сынып оқушылары Арапбай Сымбат, Сарыбаева Сабина. Білім кілтін қабыл алатын оқушылар 10-ші сынып оқушылары. Міне, 11 жылға созылған ұзақ тарихта мәресіне жетті. Алғаш мектеп табалдырығын аттап, бірінші сыныпқа қадам басқан сәтіміз естеріңде ме? Кеше ғана болған сияқты, я? Кішкентай кезімізде жоғары сынып оқушыларына қарап, олар қандай ересек, бой жеткен деп қызығушы едік. Уақыт деген қалай зымырап өтеді. Балалық шағымыз аяқталды емес пе? Барлығымыз мектепті аяқтадық, емтихандарды сәтті тапсырдық. Жаңа өмірдің жаңа баспалдағына қадам бастық. Записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно, школа. Мы учились, мы влюблялись, и с тобой делили тайны. Эти 10 лет промчались, прозвенел звонок прощальный. В сентябре откроешь двери совсем другим ребятам. Школа, я не верю, что прошло все без возврата. Записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно, школа, я скучаю. Мне звонок звенит украдкой, на душе моей истома. Я за чистую тетрадку в сентябре усядусь дома. Напишу, о чем мечталась, всем, кто был со мною рядом. Қадірлі 11 сыныбының оқырмандары, 11 сыныбы білім нәрмесі ұсынылды. Алға қойған мақсаттарына ұмтылуда. 2021 жыл. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит мою память, никуда от них не деться.